Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өтте дәмді осындай ватрушкалар пісіреміз. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Жылы сүтімізді аламыз. Оған дрожжымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді жұмыртқамызды, ұнымызды саламыз. Жартысын саламыз ұнымыздың. Жақсылап араластырамыз. Майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Өте оңай. Істеп көріңіздер. Енді қалған ұнымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, енді басында қасықпен, сосын ұнмен жақсылап елейміз. Міне, ұнымыз дайын. Көтерілуге қоямыз. 1 сағат, 1,5 сағатқа. Оған дейін салмасын дайындай береміз. Менде мына жерде домашний творог, жұмыртқа, қаймақ. Домашний творогқа қантты көп саламыз. 150 граммдай салыңыздар. Сосын жақсылап араластырамыз. Мен мына жерде блендермен араластырмаған едім, дұрыс емес екен. Крахмалымыз саламыз. Бәрін салғаннан кейін блендермен араластырып жіберіңіздер. Өйткені домашний творог іртік болып тұрады екен. Дұрыс болмапты сол істегенім. Сондықтан блендеріңіз бар болса, блендермен араластырып жіберіңіз. Міне, осындай масса шығады. Міне, ұнымыз да көтерілді. Енді булочка істейміз. Булочкамызды істейміз. Жұп-жұмсақ. Қамырымыз дайын. Дөңгелектеп, осылай булочкаларымызды дайындап шығамыз. Бұдан үлкен қылсаңыз да болады, бұдан кішілеу қылсаңыз да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Маған осылай ыңғайлы болды. Осылай істедім. Міне кеңіз булочкаларым дайын. Енді көтерілтуге қоям. 20 минут, 30 минут. Міне осылай стаканның көмегімен жасап аламыз. Ойып, салмамызды саламыз. Духовкаларыңызды қосып қойыңыздар. Міне кеңіздер, енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста қарап отырасыздар. 15-20 минутта пісіп шығады. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Міне, өте жұмсақ, дәмді ватрушкаларымыз дайын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі кездескенше.